Қайырлы кеш, құрметті оқушылар. Жалпы бұл курсты негізі оқушыларға арнап, жалпы бұл сабақтың өзін біз оқушыларға арнап отырмыз. Құрметті оқушылар, жас түлектер, мұқият болыңыздар. Сіздерге бүгінгі сабағымыз өте пайдалы. Өйткені анатомия курсына, яғни бұл жасаймыз. Құрметті оқушылар, дауыс қалай естіліп тұр? Егер жақсы естіліп тұрса, плюс таңбасын қойып кетсеңіздер. Жалпы сабақты бастамас бұрын ұлттық бірыңғай тестілеуге қалай дайындалу керек, сол туралы айтқым келіп отыр. Енді сіздер биыл 11-ші классқа аяқ басып, алғаш рет ұлттық бірыңғай тестілеуге дайындалып жатсыздар. Сондықтан көп нәрсені біле бермейсіздер. Сондықтан біз осы оқушыларды 15 жылдан астам ұлттық бірыңғай тестілеуге дайындап жатқандықтан, біраз ұлттық бірыңғай тестілеуге дайындалудың тиімді әдістерін білеміз. Сондықтан сондай әдістердің біршамасымен сіздермен бөліскенді жөн көріп отырмын. Жалпы ұлттық бірыңғай тестілеуге дайындалу кезінде бірінші сіздерге жүйелі сабақ керек, яғни үздіксіз дайындалу барысында ғана нәтижеге жетуге болады. Әрине, биология дайындалу ол 7-ші, 8-ші, 9-ші, 10-ші, 11-ші сыныптың программаларын жүйелі толығымен қарап шыққанда ғана, яғни кейбір оқушыларымыз бір ай дайындалып, нәтиже жоқ деп жатады. Ол деген дұрыс емес. Негізінде толығымен сол тақырыптарды қарап шыққаннан кейін, яғни екінші мәселе ол дайындайтын ұстаздың программа болмауында, яғни қысқа мерзім ішінде көп ақпаратты меңгерте отырып дайындалса, ол да үлкен оқушы үшін болмақ, нәтижеге бағытталған. Бүгінгі сабақты сіздерге арнап отырмын, яғни бүгінгі беріп отырып, сіздерде өз білімдеріңізді толықтырасыздар. Жалпы анатомия курсында біз адам ағзасы, анатомия, физиология және бұл дегеніміз жалпы алған кезде адамның ағзасы, анатомия, анатомос, кесу, сою, бөлшектеу деген мағынада. Физиология бұл мүшелердің қызметін қарайтын болса, бұл салауатты өмір салтын қалыптастыру. Жалпы енді алдымызда берілген адам муляжына қарай отырып, адамның дене бөліктерімен танысайық. Яғни бірінші бөлігі біз қарастырамыз бас бөлігі. Бас бөлігі. Даусым тым жай шығып жатыр ма? Микрофонды барынша қойдым. Өзім барынша жақын отырмын. Дауыс шығып тұр ма? Жақсы шығып тұр ма? Құрметті оқушылар. Қалай шығып тұр дауыс? Жақсы, онда бас бөлігімен танысып кетейік. Жалпы бас бөлігінің өзі бірнеше бөліктерден тұрады. Яғни бұл маңдай және көз,
мұрын, ауыз, мойын, иек, желке, құлақ және төбе бөлігі. Бұл біздегі бас бөлімі. Мен дауысты барынша қатты сөйлеп жатырмын. Енді неге жай шығып жатқанын мен білмедім. Бас бөлімі, яғни осындай бірнеше бөліктерден тұрады. Кеуде бөлігімен танысайық. Кеуде бөлігі, яғни иық белдеуімен кеуде және құрсақ бөлігіне ауысады. Қол бөліктерінің өзі, яғни иық, шынтақ, қар, білек, қол басы, саусақтардан тұрады. Ал енді аяқ, яғни сан, тізе, балтыр, тобық, аяқ басы бөлімдерінен құралған. Енді осы жерде таныстыра кететін жағдай, мен өткен сабақта, сіздер білсеңіздер, бұлшық етпен, яғни қаңқаны түсіндіріп кеткен болатынмын. Енді бүгінгі тақырыпта мен сіздерге ас қорыту жүйесін қарастырғым келеді. Яғни ас қорыту жүйесі, әрине бұл жерде ауыз қуысынан бастаймыз. Қарап отырсаңыздар, ауыз қуысы. Жалпы ас қорыту ауыз қуысынан басталады. Ауыз қуысында ас екі түрлі өзгеріске ұшырайды. Ол бірінші, шайнау арқылы механикалық өзгеріс. Екінші, сілекей мен ас шыланып химиялық өзгеріске ұшырайды. Енді осы жерде механикалық өзгеріске ұшыратын бұл ауыз қуысындағы жақ сүйектеріндегі тістер қоректі ұсақтайды. Ал енді ауыз қуысындағы үш жұп сілекей безі, яғни шықшыт, жағасты, тіл асты сілекей бездері амилаза және лизоцим деген ферменттерді бөле отырып, қоректі, яғни амилаза көмірсуды, ал лизоцим бұл бактерияларды жоюға көмектеседі. Енді ауыз қуысынан кейін бұл қорек бізде қайда түседі? Әрине ол жұтқыншақ. Жұтқыншақ бізде әрі тыныс алу, әрі ас қорыту бөлімдеріне жатады, қызметті қатар атқарады. Ары қарай бізде өңеш, яғни өңеш ұзындығы 25 сантиметрдей бұлшық етті мүше. Жұтқыншақ арқылы келіп түскен асты бізде өңеш тербелмелі қозғала отырып, қоректі қайда жеткізеді, яғни қарынға. Мына жерден біз бауырды алып тастай салайық, қарын жақсы көріну үшін. Және ұйқы безін алып тастайық. Мінекей қарасаңыздар, онда бізде қарын. Қарын пішіні бізде мұрт тәрізді деп алсақ. Қарынның қабырғасы бізде үш қабаттан құралған. Қарынның қабырғаларынан тұз қышқылы, пепсин және липаза деген ферменттер бөлінеді. Бұның арқасында қарында нәруыз толығымен ыдырайды. Одан кейін барып бізде ас қорытуға қатысатын үлкен безіміз бар. Массасы 1,5 килограмм бауыр. Бауырдың жасушалары өт қышқылын түзеді. Олар өт қалтасында жиналып, аш ішекті алып тастай салайық. Тоқ ішекті алып тастай салайық. Қалсын. Мінекей қарасаңыздар, мына жерде ұйқы безін қосайын. Мінекей бауыр жасушалары өт қышқылын түзіп, өт қалтасында өт жиналып бар. Ол жерде жинақталады және ұйқы безінен панкреатин ферменті бөлінеді. Екеуі 12 елі ұлтабарда майдың ыдырауына қатысады. Және ұлтабардан кейінгі бөлікті біз, яғни аш ішек деп айтамыз. Яғни аш ішек ұзындығы 5-6 сантиметрдей болады. Мұнда, яғни аш ішектің қабырғаларында майда бүрлер бар. Ол бүрлер беляр қан тамырларымен біріккен. Ыдыраған қорек аш ішекке келіп түскеннен кейін, ол жерде қорек бүрлер арқылы қанға өтіп, бүл ағзаға таралады.
Міндетті түрде тоқ ішекті қосамыз. Аш ішектен кейін бізде тоқ ішек, яғни аш ішекке қарағанда 2 есе жуан, ұзындығы 1,3 метрді құрайды. Және де аш ішекте екінші қайтара су сіңіріліп, яғни витаминдер синтезделіп, яғни нәжіс қалыптасады. Және аш ішек пен тоқ ішектің жалғасқан жерінде аппендикс бар бізде. Тоқ ішектен кейін, яғни анал тесік арқылы қалдық заттар шығады. Яғни бұл асқорыту жүйесіне қысқаша ғана шолу. Енді асқорытудан кейін, құрметті оқушылар, біз әрине тыныс алумен танысайық. Тыныс алу қарап отыратын болсақ, күрделі процесс. Жалпы тыныс алу өкпеде жүзеге асады. Өкпеде күрделі биохимиялық процесс, бұл айтсам болады. Күрделі диффузиялық процесс жүзеге асады. Енді қарап отыратын болсаңыздар, онда тыныс алудың өзі мұрын қуысынан басталады. Қараңыздар, мұрын қуысынан басталады. Жалпы мұрын қуысының 3 қызметі бар. Көбінесе бұл ОБТ-да HFG деген варианттарда келеді. Мұрын қуысының 3 түрлі қызметі бар. Бірінші қызметі бұл шаң тозаңды ұстап қалу. Екінші қызметі мұрын күндері ауаны жылытып өкпеге өткізеді. Мысалы, не себептен европоидтықтардың мұрындары ұзын? Әрине, ол салқын жақта тіршілік ететіндіктен, олардың ұзын мұрындары өкпеге ауаны жылытып өткізеді. Үшінші қызметі мұрынға капиллярлар арқылы лейкоциттер келіп, мұрынға келіп түскен бактерияларды олар жойып отырады. Мұрыннан кейін ары қарай бізде мұрын қуысынан кейін жұтқыншақ. Яғни жаңа ғана айтып кеттік, жұтқыншақ әрі тыныс алу, әрі асқорыту қызметтерін қатар атқарады. Келесі бөлік көмейге келіп түсеміз. Көмейі бүлкілдеген әнші екен деп қазақта бір теңеулер бар. Өйткені көмейде 2 дыбыс сіңірі орналасқан, ол дыбыс сіңірлері дыбыс шығаруға қатысады. Яғни ер адамдар мен әйел адамдардың дыбыс шығаруы 2 түрлі білесіздер. Ер адамдар 44 мм, сондықтан дауыстары тым жуан болады, әйелдерде 36 мм. Сол себептен олардың дауыстары өте жіңішке. Көмейден кейінгі барып бізде кеңірдек, тыныс алу жолы. Олар шеміршекті сақиналардан құралған. Яғни неге шеміршекті? Себебі мынандай зонтик құсап жайылып тұрады, керіп тұрады, труба тәрізді. Потому что тыныс алғанда, тыныс шығарған кезде ауаны еркін өткізу керек. Арқа омыртқасының 5-ші тұсында, яғни бронх, кеңірдек 2 бронхыға бөлінеді. 2 бронхы. Бронхларға бөлінеді де, бізде ары қарай 2 өкпе қалады. Яғни өкпе бізде қызғылтып көріп отырсыздар. Неге? Өйткені капилляр қан тамырлары өте көп. Өкпеде газ алмасу процесі, диффузия, яғни атмосферадан 21% оттекті қабылдайды. Өкпенің сыртын плевра қабаты қаптап тұрады. Яғни ол сұйықтық бөледі тыныс алу кезінде, яғни тыныс алу кезінде, тыныс алған кезде өкпе ұлғайып, кішірейіп, ұлғайып, кішірейіп, өкпе. Осы кезде өкпенің плевра қабаты шырышты зат бөліп, үйкеліс күшін алады. Ал өкпенің ішінде майда ауа тамырлары өте көп. Мысалы, мал сойғанда малдың өкпесін алады ғой, сол кезде кеңірдектен ұстап етіп деп үрлесек, яғни өкпе шар құсап үрленеді. Өкпе прям губчатый, яғни кеуекті деп айтамыз. Яғни өкпені басып қарасаңыз, мысақ болып тұрады. Енді өкпенің ішінде бронх, бронхиола, альвеола. Ең кішкентай өлшем бірлігін альвеола деп атаймыз. Осы альвеолаларда диффузия жүреді. Яғни альвеолалардың қабырғалары өте жұқа.
атмосферада келген оттекті өзінің бойына сіңіреді да, керісінше көмірқышқыл газын сыртқа бөліп жібереді. Оттекпен байыған қан жүректің сол жақ құлақшасына келіп құйылып, үлкен қан айналым шеңбері арқылы қан бүкіл ағзаға таралады. Енді бұл жерде адамның өкпесінің сол жақ бөлігі шамалы кішірек. 2 жүлгеден тұрады. Жүлге деген участок. 2 жүлгеден тұрады. Мына жерде сыз сайшаларды көріп тұрсыздар ғой. Қазір мен сіздерге сызықпен көрсетейін. Мінекей. Яғни жоғарғы бөлік и төменгі бөлігі. Ал оң жақ өкпе 3 жүлгеден тұрады. Жоғарғы бөлігі, ортаңғы бөлігі и астыңғы бөлігі, яғни бірінші, екінші және үшінші бөліктен тұрады. Мінекей. Неге оң жақ өкпе шамалы үлкендеу? Өйткені бұл жерде қандай өкпеге кері неғылмайды, ештеңеге кедергі жасамайды. Негізінде осы екі өкпенің мынандай ортасында бізде сол жаққа қарай жақынырақ жүрек қарын қалтасы бар. Осынша жүрек орналасқан. Сол жаққа қарай жақын. И сондықтан өкпенің көлемі шамалы, яғни кішірек болып тұр. Так, енді өкпенің тіршілік сыйымдылығы, яғни біз ауаны қабылдаған кезде 500 мл ауа өкпенің тіршілік сыйымдылығы болып табылады. Яғни ер адамдар мен әйел адамдардың өкпесінің тіршілік сыйымдылығы екі бөлек, және спортсмендерді бөлек. Себебі физикалық күшке байланысты олардың тыныс алуларда бөлектеу болады. Тағы да бір қызық жағдай, яғни жыныстық желкілден кейін ер адамдар мен әйел адамдардың тыныс алуында да айырмашылық болады. Ер адамдар тыныс алғанда олардың құрсақтары қозғалатын болса, ал әйел адамдар тыныс алған кезде олардың көкіректері қозғалатын болады. Жақсы, енді ары қарай біз қан айналымға қарай ауысып кетейік. Қан айналымға ауысып кететін болсақ, негізінде қан айналым жүйесінің орталық мүшесі бұл бізде жүрек. Яғни қан айналымның астанасы деп қойықшы. Жүрек. Жүрек бұл кеуде қуысының сол жақ бөлігінде орналасқан, массасы 250-300 грамм болатын, арнайы жүрек бұлшықетін құралған орган болып табылады. Жүректің өзін бұлшық еттерін қан тамырлары қаптап тұрады. Өйткені жүректі энергиямен қамтамасыз. Адамның жүрегі, яғни 4 қуыста. Яғни сыртынан көрсетейік. Мына жерде сол жақ жүрекше и сол жақ қарынша. Яғни мына былай осылай кетеді. Ал мынау бізде оң жақ жүрекше, мынау оң жақ қарынша. Яғни 4 қуысты. 1, 2, 3, 4 қуысты. Енді жүректің мына сүйірлеу келген жерін біз ұшы деп атаймыз, ал мынау жалпақтау келген жерін негізі деп атаймыз. Құлақша мен жүрекшенің ортасында бізде клапандар бар, яғни ол клапандар қанды бір бағытта ғана айдайды. Енді сол жақ жүректің клапаны 2 жақтаулы, ал оң жақ жүректің клапандары 3 жақтаулы. Мен есте қалу үшін балаларға көбінесе Мерседестің эмблемасы деп қоямын. Яғни 3 жақтаулы. Олар қанды тек қана бір бағытта айдайды. Яғни жүрекшеден қарыншаға өтеді, бірақ былай қарай керісінше, яғни өте алмайды, клапандар жауып қалады. Енді келесі жүректің нелері, қабырғалары. Жүректің сыртқы қабатын, яғни эпикард деп атаймыз. Яғни эпикард сыртқы қабат. Ал ішкі қабатын, яғни эндокард деп атаймыз. Аралық қабаты, яғни бізде миокард болып табылады. Миокард. Яғни бұл жүректің қабаттары болып. Так, енді біз әрине қан тамырларын қосамыз. Қан тамырлары. Бірінші айта кететін дүние бұл үлкен қан айналым шеңбері. Үлкен қан айналым шеңбері. Үлкен қан айналым шеңбері оттегіге, қоректік затқа бай қанды
жүректің сол жақ қарнышасынан алып, ұлпалар мен мүшелерге тасымалдайды. Вот. Енді қараңыздар. Траекториясын айтып кетейін, иә? Үлкен қан айналымы шеңберінің траекториясы. Сол жақ қарныша, аорта немесе қолқа деп атаймыз. Үлкен. Қазір мен оны көрсетейін. Мінекей, мынау. Қазір тұрып көрсетейінші. Мінекей. Мынау жүректен шығатын аорта немесе қолқа деп атаймыз. Қолқа. Енді ары қарай бізде бұлар сол жақ қарыншадан шығып қолқа немесе аорта арқылы артерияға өтеді, артерия арқылы капиллярға, капиллярдан ары қарай венаға өтіп, жүректің оң жақ жүрекшесіне келіп құйылады. Бұл жүріп өткен траекторияны үлкен қан айналым шеңбері деп атаймыз. Мінекей. Ал енді екінші шеңбер, бұны біз өкпелік шеңбер деп айтамыз. Өкпелік шеңбер, міне. Неге өкпелік шеңбер? Өйткені қан тамырлары өкпемен ғана шектеледі. Немесе кіші қан айналым шеңбері. Оң жақ қарынша, өкпе венасы, өкпе капилляр, өкпе артериясы және оттекке байқан жүректің сол жақ бөлігіне келіп құйылады. Қарап отыратын болсаңыздар, бұны біз кіші қан айналым шеңбері немесе өкпелік шеңбер деп те айтамыз. Жақсы, ары қарай кеттік. Бізде лимфа жүйесі. Лимфа бұл қан айналым жүйесінің бір бөлігі деп айтсақ та болады. Лимфа түйіндерінен және лимфа тамырларынан тұрады. Лимфа тамырлары, байқасаңыздар, мында мойын маңайында тоғырланған, қолтық тұсында, құрсақ маңында және шатта түйіндер орналасқан. Яғни бұл лимфа түйіндері лимфа сұйықтығын бөліп, лимфа тамырларында лимфа айналымын. Бұлардың басты қызметі, яғни бұл иммундық системаның орталық мүшесі деп айтсақ болады. Және келесі қарастыратын тақырыбымыз бұл бізде бөліп шығарушы система, жүйе. Бөліп шығарушы негізі органы бізде ол бүйрек. Бүйрек бұл бел омыртқа тұсында орналасқан жұп мүше. Ол оң жақ бүйрек шамалы төменірек тұрады, 1 см, себебі оны бауыр басып тұрады. Ал сол жақ біршама жоғары. Бүйрек массасы 150 грамм. Негізі қызметі биологиялық сүзгі. Бүйректің қақпасынан бүйрек несебағары шығады. Несебағар қуыққа құяды. Қуық бұл кіші жамбас шоңқымасында орналасқан бұлшық етті мүше. Сыйымдылығы 500 мл шамасында болады. Және де ол зәр толғанда көлемі ұлғайып, зәр сыртқа шыққан кезде кішірейеді. Одан кейін зәр шығару өзегі. Ер адамдардың зәр шығару өзегі екі түрлі қызмет атқарады. Бірінші зәр шығару болатын болса, екінші яғни сыртқа сперматозоид бөліп шығару. Ер адамдар мен әйел адамдардың зәр шығару өзегінің ұзындығы екі түрлі. Например, әйел адамдарда сантиметр болса, ер адамдарда 18 сантиметрді құрайды. Бүгінге сіздерге арналған сабағым осымен тәмам, құрметті оқушылар. Сұрақтарыңыз бар болса қойыңыздар, мен сіздерге жауап берейін. Жалпы осы сабаққа байланысты болсын, болмаса кейін сұрақтарыңыз бар болса қоя отырыңыздар, жауап берейін. Алдағы уақытта осындай тегін сабақтарды сіздерге тарту етіп отырамын. Қалмай қатысып отырыңыздар, пайдасы өте көп болады.
Роза дейді. Роза. Рахмет, Роза. Мен жауап беріп кетейін. Ой, мен мына соткадан сендердің комментарийлеріңді оқып отырмын. Роза, ішек қуыстылар дегеніміз, олар дегеніңіз гидралар. Гидра. Қалай айтсам болар екен? Например, мынау менің қолым гидра. Көрініп тұр ма сіздерге? Мұның шынтағым оның табаны, білегім оның денесі, саусақтарым оның қармауышы. Олар осылай төсемікке осылай бекініп тіршілік етеді. Денесі екі қабаттан тұрады, эктодерма, энтодерма қабатынан. Артқы тесігі жоқ, қоректі аузымен жұтып, қалдық заттарды аузымен сыртқа шығарады. Осыларды біз ішек қуыстылар деп айтамыз. Олар гидроидтар, цифоидтар және полиптер деп үш классқа бөлінеді. Ал құрттар дегеніңіз, олардың денесі екі жақты симметриялы болып келеді. Оларды біз үш классқа бөлеміз: шалпақ құрттар, жұмыр құрттар және бұлтық құрттар деп. Зоологияны өткен кезде ол тіпті қызық сабақтың бірі болды. Ақерке ғой деймін. Егер қате оқысам, айып етпеңдер. Сабақ ұнады, жеңіл, оңай түсіндіреді екенсіз дейді. Рахмет. Сұрақтарымды қойыңдар. Тағы кімде қандай сұрақ бар? Жақсы. Егер сұрақ жоқ болса, осымен сабақ аяқталды. Так, Ұлжалғас Ахмет грамм теріс бактериясына мысал дейді. Бактериялардың құрамында гликандар деген бір зат бар. Сол гликан затының болуына байланысты, егер сол гликан 80%-дан жоғары болса, 10 грамм бактериялар, одан төмен болса, грамм теріс бактериялар деп айтамыз. Бұл жерде бұл үлкен ауқымды тақырып 10-шы сыныпта. Енді сол тақырыптарды өткен кезде оны кеңінен отырып түсіндіру керек. Бұл анандай, айтсам болады, бір оңай бүйтіп бір ауыз сөзбен жауап бере салатын дүние емес, кәдімгі отырып ауқымды талқылайтын тақырып. Қазір мен оны жай ғана айта салғаным ол сіздерге түсініксіз болады. Жақсы, құрметті оқушылар, сабақ қатысқандарыңызға үлкен рахмет. Сабақ ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырып, келесі тегін сабақта қай тақырыпта өткенін қалайтыныңызды жазып кетіңіз. Барлықтарыңызға сәттілік тілеймін. Қайырлы түн.